Ұстаз, тоқтаусыз жел шығатын кісі намазда не істейді? Негізінде дәретпен жүргісі келеді, бірақ болмайды. Шығарып жүре береді. Болды. Пробка ұстамайды, шығарып жүре береді, нормально. Просто автобуста шығармасын, көпшілік орында шығармасын, шыдасын, или далаға шығып, сквозняк жерге отырсын, ешкім білмей қалатындай. Болды, арт жағын қағып кете береді, болды. Юбкасын қағып кете береді, желпіп қояды, бүйтіп. Кете береді, болды, ешкім білмейді. Соңын андай чеснок, пияз жемесін деп айта оған. Ана өліп қаламыз тұншығып. Атак сезбей қалады да ешкім иісін. Чеснок, пияз жаман болады. Носки жегенде иіс шығады. Сондықтан олай жасамасын деп айта. Ал енді бірінші дәрігерге көрінсін бұндай адам. Одан кейін барып намаз тастамайды, намазды оқи береді. Бұндай адамды үзір адам дейді. Бұндай адамды үзір дейді. Үзір адам тоқтамай жел шығара беретін, тоқтамай зәр тама беретін, тоқтамай мұрны қанай беретін адам 5 уақыт намазға 5 рет дәрет алады. 5 уақыт намазға 5 рет дәрет алады. Сол дәрет алып бетін жуып атқанда жел шықса шыға береді. Тарсылдатып шығара береді. Намазға тұрады да тарсылдатып оқи береді. Болды. Мешітке барамайды. Мешітке барса енді андай ішіне кірамайды. Далада тұрып, сквозняк жерде тұрып алады да, соны спокойно тұра береді ақып. Естімегенсіп тұра береді, бүйтіп күліп қарап, бүйтіп білдірмей тұра бересің, болды. Алланың жазуы ештеңе етпейді. Бірақ докторға көрін обязательно.